Сәлем достар, біз бүгінгі сабақта сіздермен миокард инфаркті туралы талқылайтын боламыз. Миокард инфаркті дегеніміз бұл коронарлы қан айналымының жетіспеушілігінің салдарынан жүрек бұлшық етінде бір немесе бірнеше ишемиялық некроз ошақтарының пайда болуымен көрініс беретін ауру. Негізгі миокард инфарктісінің пайда болуына әкелетін себептер бұл шамадан тыс тамақтану, тамақ рационының дұрыс болмауы, қимыл қозғалыстың жеткіліксіз мөлшерде болуы, гипертониялық аурулар, сонымен қатар зиянды әдеттер, темекі тарту, шылым шегу деген сияқты. Осы әдеттердің барлығы біз өткен сабақта айтып өткендей атеросклероздық бляшкалардың пайда болуына алып келеді. Ал ол бляшкалар қан тамыры қабатындағы интима қабатына келіп жиналып, сол жерде қан тамырды бітеп тастайды. Осының салдарынан қан тамырларының бойында қан ағысы, яғни циркуляция дұрыс болмай, жүректің миокард бөлігіне қан жеткіліксіз болғандықтан ол жерде некроз ошақтары пайда болады. Негізі аса жедел және жеделдеу тыртықтану кезеңдерін бөліп қарастыратын боламыз. Оларды ЭКГ ленталарынан келесі сабақта талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Келесі видеода кездескенше.